Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'in Fatih suresinin son ayatını bilemiz ya. Allah'tan iyiydi. Muhammedur Resulullah. Muhammed ol kim? Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezine ma'ahu, al onunla birge bolganlar, eşiddâ'u alel kuffari ruhamâ'u beynehum deydi. Al Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birge bolganlar da kimde aytıp atır o jerde? Kezindeki Peygamber sallallahu aldında sahabalar da aytıp atır. Birak bu jerde endi osунун içine sahabalar gana kire mi? Жоқ, iman keltirgenlerдің bарлығы. Kıyamet kayımga şiinge iman keltirgenlerдің bарлығы. Bарлығы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jolымен жүрді ма? Onda ol қалай болады олар? Әшиддәу алел kuffar. Kafirlerге не? Өте қатал болса, ruhamau beynehum, өздерінің араларында ол не? Өздерінің араларында өте мейірімді, қамқор, әрдайым бір-бірін қолдап қуаттайтын, бір-бірін сүйрейтін, бір-бірін жәннатқа сүйрейтін, бір-бірін тозақтан алып кетудің әрекетін жасайтын, бір-біріне әрдайым былай айтқанда орысшалап айтқан кезде поддержка беріп жүретін жігіттерді айтады. Және олар бір-бірімен не үшін араласады? Алла разылығы үшін араласады. Мақсат үшін, атақ абырой үшін деген сияқты нәрсемен араласпайды олар. Сол кешегі сабағымызда оқылған хадисті мінерге тағы да келтірген. Қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саллям бір кісі жайында айтады. Бір кісі міне Анна рожулан зара ахан лаху фи қариятин ухра дейді. Бір кісі өзінің басқа ауылда тұратын бір бауырын зиярат қылуға шықты дейді. Яғни бір бауыры бұл, мәселен осы Сарыағаш тұратын болсаңыз, біздің ауылда бір жолдас балаңыз тұрады. Я? Құрама деген жерде, мысалы Абайда тұрады жолдас балаңыз. Соны зиярат қылуға шықты дейді. Бір кісі зиярат қылуға шықты дейді. Фарсадаллаху лаху аля мадрajatihi malakan. Алла субхану ва тааля оның алдына не қылды? Бір періштені жіберді дейді. Бір періштені оған хафаза қылып, оны сақтаушы қылып, бір адам бейнесінде бір періштені жіберді дейді. Бұл хадис өткен сабағымызда болғаннан кейін бұл жерде кішкентай көрінісін айтқан, жалпы айтқан кезде, міне сол періште оған бараттағыны не қылады одан? Ей, пәленше қайда кетіп алсың деп сұрайды. Ол періште сен ол айтады, көрші ауылда мен бір жолдас балам бар еді, соны барып зиярат қылуға кетіп жатырмын дейді. Сонда ол періште сұрайды, не одан бір қарызы бар ма сенде, бір алатын нәрсең бар, бір жұмысың бар ма, бір тірлігің бар ма, екеуің орталарында дейді. Сонда ол кісі не дейді? Менің ештеңкем жоқ дейді. Сол Аллах үшін бір-бірімді жақсы көретінем, бір бауырымды көріп келейінші, зиярат қылайыншы деп кетіп жатырмын дейді. Сонда бұл хадистің өзінің сөздерін айтып берейін сізге. Сонда жаңағы періште не дейді? Субханаллах. Так, бұл жерде емес, мына жерде емес. Сонда жаңа періште не дейді? Хәлләка алейхи мин ниъматин таруббуха алейхи. Жаңа сөз айтады, жоқ дейді. Мен оған ешқандай бір нем, ешқандай қажетім жоқ дейді. Бірақ дейді, ғайра анни ахбабтуху филлахи таала дейді. Бірақ мен не істеймін дейді? Мен оны Аллах үшін жақсы көремін оны дейді. Мен оны Аллах үшін жақсы көремін, Аллах үшін мен араласам, барып бір зиярат қылып келейінші досымды деп кетіп жатырмын дейді. Қала мәләк, сонда періште айтты оған дейді. Фа инни расулуллаху илейхи, расулуллахи илейхи. Мен саған жіберілген Аллахтың елшісімін. Бе анналлаха, Аллах тағала дейді. Қада ахаббака кама ахбабтаху фихи дейді. Оны қалай жақсы көрген болсаң, сені де дәл солай жақсы көріп отыр қазір дейді. Сен сол бауырыңды қазір қалай жақсы көріп тұрған болсаң, Аллах субхану ва тааля да сені солай жақсы көретіндігін саған жеткізуге жіберілген немін дейді? Періштемін деп айтады да ол же. Қараңыз. Алла субхану ва тааля үшін дос болу, Аллах үшін бір-бірін жақсы көру, Аллах үшін бір-бірімен араласудың нәтижесінде не келіп жатыр? Алланың махаббаты келіп жатыр да. Адамдардың арасындағы Аллах үшін болған махаббаттың нәтижесі ол не екен? Алланың оған деген махаббат екен де. Неге Аллах соның ол бір үлкен нәрсе істеп жатқан жоқ қой ол? Дәу мешіт соғып жатқан жоқ, медресе соғып жатқан жоқ, жол соғып миллиардтар жұмсап жатқан жоқ қой. Десеңіз ол айтады, ол просто бүкіл нәрсені бәрін сырып қойып Аллах үшін араласып жатыр омен дейді. Бүкіл дүниедегі мансаптар, атақ абыройлары, тірліктер маңызды емес оған дейді. Бастысы Аллах үшін жақсы көреді, Аллах үшін аянбай сонымен дос болады, Аллах үшін бір-біріне жәрдем береді. Соның сол істеген тірлік үшін Аллах тағала оған не беріп жатыр? Өзінің махаббатынан беріп жатыр да ше. Қараңыз қандай үлкен дүние. Мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саллям жанындағы жігіттер, сахабалар, рухамау байнахум, араларын өте мейірімді, қамқор. Бір-бірі құлап қалса тұрғызатын, бір-бірі аш болатын болса тамағын бар бөліп беретін, бір-бірі ауырып қалатын болса зиярат қылатын, бір-біріне жәрдем беріп, әрдайым бір-бірін қолдап қуаттайтын. Егер де жаңағыдай бауырлар сапарға кетіп қалатын болса, бауырларын кетіп қалды ғой деп бала-шағаларына, әйел бала-шағаларына барып қарап тұратын.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәселен анау соғысқа кеткен кезде, соғысқа кеткен пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, кімде-кім бір соғысқа шыққан адамға не болса, жәрдем берсе, ол сол соғысқа бара алмаса да, сол соғысқа шыққан адаммен бірдей сол несін алады дейді? Сауабын алады дейді. Жалғастырған хадисін жалғасын айтады, кімде-кім бір соғысқа шыққан адамның отбасына жәрдем берсе дейді, қарғыласып тұрса, ол да сол соғысқа шыққан адамның несін алады дейді? Сауабын алады дейді. Мәселен, жаңағыдай бауырларымыз бір сапарға кетіп қалады, ұзақ сапарға, семьялары қалады ма, сол семьяларына барып, жағдайларың жақсы ма, тамақтарың бар ма деп сұрап тұру, бұның барлығы момын мұсылмандардың несі? Момын мұсылмандардың арасындағы мұның мейірімділік, махаббаттардан да. Сахабалар мәселен, ансарилар, осы уақытқа шейін адамдардың тілдерінде ансар деп, яғни жәрдемшілер деп аталған кісілер, міне қазір біраздан хадисімізде келеді. Ансариларды жақсы көру ол иманнан деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистері келеді мәселен. Не үшін? Өйткені олар өздері мүлде танымайтын, мүлде көрмеген, мүлде жаңағы сорпасын қанша қайнатсаң да бір-бірінен қосылмайтын адамдарға келген кезде не істеп жатыр? Жәрдем беріп, мал мүліктерін бөліп беріп, үйлерін бөліп беріп, жайларын бөліп беріп, бизнестерін бөліп беріп, жаңағы сауда саттықтарын бөліп берген, соларға солар өздері жеп жатқан тамақтар, өздері киіп жатқан киімдерді бөліп бергендігі үшін қиямет қайымға шейін ансарилар деген атаққа ие болды. Сонымен бірге ансариларды жақсы көру иманнан деген дәрежеге кірді ол ше. Олардың істері арқылы олардың жақсы көру, оларға деген махаббат иманға кіргізіліп қойды да мәселен ше. Бұл не үшін? Бұл сол Аллах үшін жақсы көру. Әйтпесе танымайды оларды. Мұхажирлер танымайды олар. Ансарилар мәселен ше. Сол үшін де бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанындағы кісілер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанындағы жігіттердің бір-біріне жасаған оқиғаларын көрсек, естісек, аңтаң қаламыз, шыны керек, аңтаң қаламыз да. Сахабалардың өмірбаяндарын оқып көріңіздер де, субханалла, бұлар қалай араласқан бір-бірімен дейсің.